Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ас адамның арқауы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, одағай түрлерін ажырату және қолдану. Балалар, ендеше мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Дұрыс тамақтану дегенді қалай түсінесің? Сен дұрыс тамақтанасың ба? Күніне неше рет тамақтанасың? Балалар, мәтінді мұқият тыңдаймыз. Тыңдалым тапсырмасы. Ас адамның арқауы. Екінші тапсырма. Қазақ өз ұрпағының саулығына ерекше мән берген халық. Өйткені ұрпақ саулығы ел болашағының кепілі. Жас ұрпақтың зиянды әдеттен аулақ жүргенін үнемі қадағалап отырған. Ертеден темекі тарту, ішімдік ішу, есірткі пайдалану сияқты денсаулыққа зиянды әдеттер қазақ арасында болмаған. Елдің болашағы өсіп келе жатқан жас буынның денсаулығына байланысты екенін ертеңнен терең түсініп, жастардың уақытылы, құнарлы тамақтануына мән берген. Өйткені ас адамның арқауы. Денсаулықты сақтау үшін оны күту керектігін білген ата-бабамыз қуаты мол қой еті мен дәмі ерекше жылқы етін, денсаулыққа аса пайдалы сүт өнімдерін, емдік қасиеті мол қымыз бен шұбатты пайдаланған. Шұбат қазақ халқының дәстүрлі сусындарының бірі. Бұл сусынның шипалық қасиеті бар. Шұбаттың емдік қасиеті құрамындағы сүт қантына, сүт қышқылына, көмір қышқыл газына, ақуыздарға, тұздарға, дәрумендерге байланысты. Тамақтың құрамындағы ақуыздар әдетте асқазан ішек жолында тамақ қорытылған кезде ғана ыдырайтыны белгілі. Ал шұбат құрамындағы ақуыздардың едәуір бөлігі ағзаға ыдыраған күйінде түседі. Шұбаттың жеңіл қорытылатындығы да сондықтан. Бұл сусынның асқазан жолының бездерінен сөл шығаратын қасиеті бар. Ол қарын сөлінің қорытқыш қасиетін күшейтіп, ішектің қызметін жақсартады. Тамақтың жақсы қорытылуына көмектеседі. Балалар, тыңдалым тапсырмасы. Екінші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңдап, мәтінге тақырып қойыңыз. Тілдік бағдар. Одағай. Толық мағынасы жоқ, сондықтан затты, құбылысты, әрекетті нақты білдірмей, тек адамның әртүрлі көңіл күйін, сезімін білдіретін сөздерді одағай сөздер деп айтамыз. Одағай сөйлем мүшесі бола алмайды, сөйлемдегі сөздермен қарым қатынасқа түспейді. Өкіну, қуану, ренжу, сүйсіну, таңырқауға байланысты сөздер одағай сөздер. Одағай мағынасына қарай көңіл күй одағайы, жекіру одағайы, шақыру одағайы болып үш түрге бөлінеді екен. Көңіл күй одағайлары пәлі, алақай, ойпырмай, шіркін, қап, ойбай, пәлі, пақ шіркін. Жекіру одағайлары тәйт, тек, жә. Шақыру одағайлары кә-кә, құрау-құрау, пүшәйт-пүшәйт, мох-мох. Ал балалар, одағайға байланысты мынадай тапсырмаларды орындаңыздар. Сіздерге көңіл күй одағайына байланысты мынадай одағайлар берілген. Осы одағайларды суреттерге қарай сәйкестендіріңіз. Қап, ту, ойпырмай, мәссаған, алақай, пай-пай, әттең. Жарайсыңдар балалар. Ендеше тапсырманың дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Балалар, мына мәтіннен одағайларды табасыздар. Әй кемпір, ертең дәулер қонаққа келеді. Ойбай, немізді береміз? Тәйт, ойбайламай. Үйде ет жоқ, нені асамыз десең болды. Кемпір, ойпырмай, шалай, нені асамыз? Үйдедің жоқ. Тө, сол да сөз боп па? Басқы дәудің басын, ортаңғы дәудің төсін ас, болмаса досым дәудің өзін ас. Дәулер, астапыралла, қашайық. Жарайсыңдар балалар. Мәтіндегі одағайлар ойбай, тәйт, ту, ойпырмай, ту,
астапыралла. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.